Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ауызашардың 8-ші мәзірін ұсынамын. Ыстық тағамға бізге гречка және тәтті бәлішіміз өте оңай жасалады және варенье қосылған және баклажаннан жасалған оңай салатымыз. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта оңай жасалатын рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Алдымен ыстық тағамымыздан бастайық. Сұйық майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Суы тартылған соң пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз 2-3 минут қуырылған соң сәбізімізді салып қуырамыз. Мен ұзынша етіп турадым. Өз еріктеріңіз кубиктап турасаңыздар да болады. Кішкене су құйдым және дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып аламыз. Енді пирогымызға кірсейік. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға жұмыртқамызды, қантымызды, ванилин және тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Өлшеп ситадан өткізілген ұнымызға қопсытқышты қосып, өзара араластырып барып, массамызға құятын боламыз. Мінекей ұнымызды илейміз, жақсылап. Қамырымыз өте жұмсақ болып тұрады. Пакетке салып, қазір холодильникке қойғаннан кейін өзі қолға жабыспайтындай кейіпке енеді. Тамағымызға картопымызды салып, томатымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді салатымызға кірсек, баклажанымызды жақсылап сыртын жуып, одан кейін үлкен-үлкен кубиктап турап аламыз. Міне туралған баклажандарымызды ыдысымызға салып, кішігірім тұзымызды саламыз және сұйық май құйып, жақсылап араластырып, қызып тұрған пеште 200 градуста 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз пеште. Тамағымызды көрейік. Кішкене қуырыла бастаған кезде гречкамызды салып, жақсылап араластырып, бетіне дейін ыстық суымызды құйып, қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Пирогымыздың қамырын холодильниктен аламыз. 20-25 холодильникте тұрды. Енді екіге бөлеміз. Біреуін үлкенірек, біреуін кішірек. Кішірек бөлігін морозилькаге сала тұрамыз 10-15 минутқа. Мына үлкен бөлігін осылай жайып шығамыз. Домалақтап, немесе төртбұрыштап өз еріктеріңіз солай жайып шығасыздар, тегістеп, реттеп. Міне төртбұрышты қылып жайып алдық. Пеште пісіретін ыдысымыздың үстіне салдық. Енді үстіне менде шабдалы вареньясы, өз еріктеріңіз өріктің вареньясын, джем қолдансаңыздар да болады. Міне тегістеп жайып шығамын дағыны. Морозилькте тұрған қамырды алып, үстіне теркадан өткізетін боламыз. Қамырдың шетін осылай кішкене бүгіп шықтым. Ол әдемілік үшін, әрі вареньямыз сыртқа шығып кетпес үшін. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Енді салатымызға кірсек, помидорымызды да үлкен-үлкен етіп кубиктап турап шығамыз. Сарымсағымызды да майдалап, кубиктап турап шығамыз. Теркадан өткізсеңіздер де болады, өз еріктеріңіз. Укропымызды да турап саламыз. Енді үстіне пеште пісіп шыққан баклажанымызды толықтай суытып барып салатымызға қосатын боламыз. Үстіне кішігірім тұзымызды салдым. Және де соевый соустан 1 қасықтай құйдым. Мен негізі бөліп 2-3 қасық құйған сияқты көрініп тұр, бірақ толықтай 1 қасық құйдым. Жақсылап араластырып ыдысымызға саламыз. Мінекей салатымыз оңай жасалады. Салатымыз дайын, әрі дәмді болып шығады. Баклажан духовкада піссе де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.
Енді тамағымызды бір көрейік, араластырып қояйық. Әдемі болып пісіпті. Міне тамағымызды ыдысымызға салып, үстіне укроп, көкпият салып әрлесеңіздер болады. Міне пирогымыз да пісті. Иісі деген бұрқырап тұр, күшті болып тұр. Тоқтап суығаннан кейін осылай бетіне сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар, одан да дәмді болып шығады. Мінекей, тоқта суығаннан кейін барып севіңіздер. Сосын ары қарай төрт бұрыштап өздеріңіз кесе бересіздер. Чаймен енді керемет кетеді. Жасап көріңіздер, оңай жасалады әрі. Менің каналымда 30 күн бойы ауызашарға арналған мәзір жасалынып жатыр. Қарап көріңіздер, 30 түрлі пирог, 30 түрлі ыстық тағам, 30 түрлі салаттың рецептері салынады. Мінекей, бүгінгі ауызашарымыздың 8-ші мәзірі дайын. Осымен менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма жазылып қойыңыздар, қазақша контентті қолдап жүріңіздер. Көп рахмет сіздерге, сау болыңыздар.